Әкбар Батыр романының жалғасын тыңдайсыздар. 9-шы тарау. Нылқы аспанын бұлт торлап айықпағанына талай болған. Сылбыраң жаңбырдың арты ақ бұрқақ қарға айналып кетті де, ластай бойы ел көшкендей құлазып қалған еді. Партизандар штабы болған ауыл маңына жақын айналаның шөбі де шайлығып, жазық алап белбелестер тұяқ кестіге айналған. Бір кездегі жағалай тігілген партизан қостарының орны да аңырайып құлазып қалған. Әкбар осы сүреңсіз көрініске көз қыдыртып біраз тұрды. Оның талайдан бері ауыл сыртына ұзаңқырап шыққаны осы еді. Мынау жүдең көрініс оның көңілін құлазытып жібергендей болды. Артына мойын бұрып қарағанда төмен жақтан екетегі далбырлап, желе шоқырақтатып келе жатқан салт аттыға көзі түсті. «Әй Науан, анау келе жатқан Шарапи емес пе?» деді дауыстап. Науан артына бұрылып қарап еді. Әлгі салт аттыны Оралбай тани кетті. «Шәкен ғой мынау» деп Оралбай Әкбарға бұрылып қарады. Осы кезде дөңесте тұрған Әкбардың зор тұлғасы оның көзіне тіпті де іріленіп асқақтап көрінді. Үстіне желбегей жамыла салған ақ палтосына маржан шоқты ақ қалпағы үйлестік тапқандай құп жарасып тұр еді. Кенеттен қабырғасын удай ашып шым еткенін қасындағы серіктеріне сездірмеуге тырысты. Ойы оязып, қиялы күрт бұзылса да жанына батқан жарақат азабын сыртына шығарғысы келмеді. Қазіргі сәтте оның ой дүниесі біртүрлі оқшау тебіреністе астан-кестен күйдеді. Қосыннан ажырап тамық болып қалғанына қынжылатын тәрізді. Сол сәтте Шарапи қан жиреннің танауын желпілдетіп, ентіктіріп таяп қалған болатын. Әкбар Шарапидің анадайдан екі езу құлағына кетіп, арсалаңдаған бейнесіне қарап, бірер жақсы хабардың шімесін біліп, оған көңілді мереймен күлімсіреп қарағыштай берді. Шарапи ат үстінде Науан мен Оралбайдың сәлемін шала шарпы алып, іркілместен Әкбарға қарай төте тартты. Шарапи әкелген бүгінгі хабар мұндағыларды қатты көңілдендіріп, желпіндіріп, бір марқайтып тастағандай болды. Бұл Әкбардың талайдан бергі асыға күтіп, сарлаң-саған армандарының бірі еді. Сейіт тобы Құлжа қаласына кірген алғашқы 2 тәулікте аймақтық сақшы мекемесіне қосып, Гоминдан жақтың Сілең буын, Бәңкесін, Сіріңке зауыты қатарлы негізгі орындарын басып алған еді. Гоминдан жақ партизандардың күшті басымына төзе алмай 2000-дай адаммен Айранбақтағы жерасты бекінісіне қашып тығылған. Әкбар Сейіт жазған қатты қолын алып оқығанда оның көзіне қуаныш жасы үйірілгендей болды. Істің басталуы сәтті екен. Гоминданның жерастына қашып тығылуы мүрдеміз жер бетінде қалмасын дегені ғой деп қуана күліп, Шарапи мен Оралбайға ой сала қарады. Қатта Құлжада болған тарпаң сайыстың мән-жайы барысы әр қырынан толық жазылған екен. Әкбар Сейіттің тәсіл талғамына, қала жағдайына сай істеткен әдіс амалына, көрініс беріп жауды алдамалап алып шығып, қоршап жою тәсіліне қатты сүйінді. Онсыз да Сейіттің қасындағы ақылшылары мен азаматтары кілең ығай мен сығайлар еді. Ақши соғысында Әкбарға оқ тиіп жараланған соң партизандар оны шаңыраққа салып қос атпен Ластайдағы бас штаб тұрған өз үйіне жеткізген болатын. Сонда ол Сейіттің қолын қысып тұрып, сендер соғысты тоқтатпаңдар, жауға тыныстау орайын бермеңдер, азырақ жарақат қой, мен өлмеймін, штабқа жеткізіңдер деген шағы есіне түскен. Әкбар сол тілегінің жартылай болса да орындала бастағанына балаша мәз болып қуанып, мерей өсіп тұрғаны сол еді. Қайталанған Ақши Жалынқол соғыстары тіпті де қиян-кескі болған еді. Осы себепті бұл соғысқа Әкбар өзі бел шешіп араласқан болатын. Партизандар тобы бұл араға келген соң Әкбар өзі партизандар көлемін барынша ұлғайтып, балта сойыл сияқты қарапайым қаруларға дейін толық іске салған болатын. Ауыл ұсталарын шұғыл ұйымдастырып, қылыш найзаларға дейін жасатып, бүкіл халықты аттанысқа келтірген. Партизандардың қару қайратынан медет алған жергілікті бұқара жаумен қоян қолтық сайыс салған. Кейінгі кезде шығар. Әкбар Ақшидегі жаудың алдын Кескі кезде Әкбар Ақшидегі жаудың алдын орай соққан қиян-кескі сайыста жау оғы оң жақ сүбесінің алдына тиіп, белдемесінің бір жақ қанатын осып шығып кеткен еді.
бәсілген оты, төте, ақши, жалынқол соғыстары жеңіске жеткен соң Сейіт Патихтар Ластайда қайта бас қосып, Ластайдағы штабты Әкбарды қорғауға 30 шамалы атпал азамат қалдырды да Құлжаға қарай шеру тартып жорық бастаған сапары осы еді. Әкбар Сейіттің хатына одан ары үңіле берді. Біз сілең буды тартып алып, өзіміздің штабты орналастырып, Патих пен Манапханды отырғызып қойдық. Бекім байланысы осы арадан болады. Кеше бесін кезінде жау айырпландары Айранбаққа келіп, оқ, құрал, азық-түлік тастап бермек болған еді. Біз Ноғайты, Панжим, Айранбақта 3 бағытпен адам орналастырып, іннен соларды алмаққа шыққан жау әскерлерін атқылап, тырп еткізбей мол киім-кешек, азық-түлік, қару-жараққа ие болдық. Қайнам арқылы бұл жердегі 500-дей ұйғыр бұқараларына қару таратып бердік. Әкбар Сейіт басшылығындағы партизандардың орайды мықты егерген іскерлігіне тіпті риза болып, жүзі нұрланып жарқылдап кетті. Міне, жарайды, іскерлік деген осы деп көңілдене сөйлеген Әкбар хатты тағы жалғастырды. Хаттың соңын ала біраз көңілсіздік әкелетін жайттер де жазылған екен. Айранбақ шайқасы тым қиян-кескі жүріліп жатқан. Мұнда Патихқа қаратылған біраз наразылық бар көрінеді. Өткенде Сейіттер Құлжаға қосын бастап аттанарда 2 күн бұрын бір кеште Ластайдағы партизандар штабына сакатты 2 бөгет адам келіп Әкбар мен Патихтардың қабылдауында болған. Олар қайтқаннан кейін Әкбар партизан қолбасшыларына Құлжаның батысына кіретін топқа Кеңсай партизандары сәйкес еді. Олар 50 шамалы адам, дерлік қарулы. Олармен болған ынтымаққа көңіл бөліңдер деген болатын. Сейіттер Құлжаға кіріп, Гоминдаңның басты билік органдарын басып алған соң, Патих Құлжадағы Сеует елшіханасымен байланыс жасаған. Сонда Сеует елшіханасының бастығы Айранбақты аламыз дегелі аптадан асты. Мына қазақтарың ала алмады. Сендер ана қолдарыңдағы 50 Максим пулеметті Қорғас Кеңсай партизандарына өткізіп берсеңдер, олардың ішінде Сеует одағында небір соғыстарға қатынасқан мықты мергендер бар. Болмаса сендер өз күштеріңе сүйеніп Айранбақты ала алмайсыңдар деген. Патих соның айтқаны бойынша біз Айранбақты алуда соларға сүйенсек деді. Сүйенсек қолымызда ғана 50 Максим пулеметті өткізіп берейік дегенде, Сейіт бұған басында қосылмай келіп, соңында Әкбардың береке ынтымаққа көңіл бөліңдер, Патихқа сеніңдер деген сөзі бойынан мақұл болған еді. Патих арқылы келген бұл 50 адамдық топ Сейіттердің қолындағы 50 Максим пулеметті жаумен болған бір түндік шайқаста ойсырай жеңіліп, барлық құралды Айранбақтағы Гоминдаң әскерлеріне тартқызып, өздері қара құрасында көрсетпей тұс-тұсына тозып зым-зия болған. Сейітті өкіндіріп ашындырған жағдай міне осы еді. Осы істің аяғына Патихты атып тастамақ болған кезінде ол қатында жасырмай жазған екен. Әкбар ендігі күрес беталысының қалай болып бара жатқанына көз жеткізе алмай тым-тырыс ойда қалды. Сол сәтте оның райындағы кенет өзгеруді сезе қойған сезімтал науан Әкбардың бетіне тігіле қарады. Не болды, Әкбар? Өңің өзгеріп барады ғой, әкелші бері хатыңды деп Әкбардың қолында хатқа қол соза берген еді. Әкбар өзінің жарақатының ауырып шыдатпай бара жатқанына аударып, сөздің бетін солай қарап бұрып жіберді. Бұл оның осы бір көңілсіздікті науанға сездіргісі келмегендігі еді. Көз жетпеген іске дақпырт тудырмайын, Альптың артын байқайын деген, ендігісті Сейіт өзі біле жатар деп ішіне бүгіп қала берген. Әкбар қатты қайта бүктеп ішкі қалтасын салып қойды. Айтар жоқ, жақсы екен. Енді келер жұмаға жібермей, Айранбақты алмай тынбаймыз депті. Оларға онан да көп күш, қару-жарақ қосылыпты. Ар жағынан қару-жарақты Құлжаға төте кіргізіпті деп көңілсіздікті сыртына шығармай, әлгіндегі кірбеңдіктің артына майқан салып жадағалай кетті. Сөйтсе де оның көңілді нылқыда болған сан реткі қанды шайқаста қапысыз ес қатқан, анталаған жауға ажал отын бүркіп, сақылдап сарнап берген қапысыз қаруларға іші удай ашыды. Болды енді қайталық, сен бүгін осында боларсың, тынық деміңдал деді қиналып, екі бүйіріне кезек қарағыштай берген жирен аттың үйпаланға жүніне қыдырта көз салған Әкбар. Алыстан ат соғып шаршап келген Шарапиға бұл сөз өте жағымды естілді. Өзімде сөйтейін деп тұр едім. Атқа обал ғой деді Шарапи. Адам түгіл ат сырын айтқызбай білген Әкбарға ризалық бейнемен күлімдей қарады. Бұлар Еспосынның көне ағаш үйінің орнына салған 3 ауызды жаңа ағаш үйдің қасына жақындап қалғанда Әкбар тау арасының тез суытып кеткенін айтып, өзен жақ жазыққа тегілген 3-4 қоңырқай байырғы киіз үйлерді нұсқап, онда қорғаушылар әтіретімен ол жақ бұл жақтан түн қатып келетін хабаршы тілшілер жатып тұратынын әңгімеледі.
Сенің жасың үлкендеу ғой, жыл үйде бол деп өзінің жылы ағаш үйіне бастады. Әкпардың жарақатын давалап жатқан орыс дәрігер Калашов Әкпардың жарақатының дәрісін жаңалап қайта таңып жатқанда сырттан дүрсілдеген ат дүбірі естіліп, иттер шебелене ұрып басыла қалды. Науанның біреумен амандасқаны анық естілді. Көп ұзамай есік шиқ етіп ашылып, шымыр денелі, орта бойлы, дөңгелек жүзді жылтыр қара торы бала есіктен сәлем беріп кіріп келді. «Кел балақай, төрле», деді Әкпар жарақатын ауырсынып шытынған жүзбен. Байжұманы сырттай шырамытты. Калашов Әкпардың жарақатын таңып, дәрі-дәрмек жабдығын жинастырып сөмкесіне салған соң, Әкпар артына шегініп орнығып отырып, Байжұманың қолын алды. Байжұма Әкпардың жаралану жағдайын естімеген болатын. Ол таңғалыңқы кескінмен Әкпардың бетіне жапақтап қарай берген еді. Әкпар Байжұмаға қайтадан бетін бұрып, «Қай жақтан балақай?» деп сұраулы көзбен қарады. Сол аралықта Байжұма хабаршылық тәртіп бойынша дереу ішкі қалтасына қол салып, Қызылөзен Манас шебінен қазыққан жазған қатты алып ұсына берді. Әкпар ақ қағазбен сыртын пешеттеп, аузын берік қып шырыштаған қомақты қатты қолын алып, сыртқа дірісіне өңіле қарап шықты. Ерен қабырғадан келген батыр болдың ғой. Жоғары шық, отыр. Ол жақтағы ел жұртың аман ба? Қазыққанның ақуалы қандай? Жұмәділ қанапиялар аман ба? Қазыққанның қат-қапарсыз тырп етпей жатып алатыны қалай? Өзің қашан шықтың деп ерен қабырғада болып жатқан соғыс жағдайынан ауыз екі хабар табуға асықты. Байжұма жас болғанымен әдепті, тәртіпке қатаң, тәжірибелі, өзін байсалды ұстайтын мінезді жігіт еді. Ол өзін Әкпар алдында салмақты ұстап, әр сөзінен шашау шығармай нақтап жауап беріп отырды. Соның көбі Күнес пен Нылқы тауларының тоғысқан биік шыңы, мұз сеңгірлі Дәту тауынан асқан кездегі тартқан жапа машақаттарымен қауіп-қатерлері еді. Қазыққан мен Қанапия партизандар тобына кейіндеп келіп қосылған азаматтар еді. Бұлардың оқымысты зиялы азаматтар екенін Әкпар алғаш таныстықта білген. Бұлар содан бастап іштесіп кетіп еді. Ол айтқаның рас бауырым, сен болсаң мұғалім екенсің. Мұғалім атаулының барлығы мұнда келіп соғысқа араласса, барлық жерде мектеп жабылып, балалар оқусыз қалмай ма деп Әкпар көзінің қиығын Қазыққанға бұрып сынай қарағанда, арманшыл азамат тершіген бидай өңі нұрлана толқып, ол не дегеніңіз Әкпар аға? Ел жұрттың аңсаған арман іске аспаса, оқудан қалай сөз ашқалы болсын деген шағы. Дәл қазір Әкпардың көз алдына кес-кестеп өте бастағандай болып еді. Өзі тіп-тікше, бойшаң, қоңыр көздерінің терең ұясына сыр тұнған жігіт. Әкпар оның сымбатты тұлғасына, кербез аяқ тастасына дейін назар салған. Есік алдында таяғанда Қазыққан қолындағы қамшысын киіз үйдің сыртқы жабығына қосқабаттап қыстырды. Есіктен кіре бере «Ассалаумағалейкум» деп шаңыраққа сәлем берген. Мұнысын Әкпар да Зейнеп те теріс көрмеген. Тәрбие көрген, жол таныған адамның жоралғысы деп түйген еді. Балақай, Қазыққанның сені Науаннан ат түйедей қалап алуларында осындай бір байланыс бар екен деді Әкпар. Ауырсынған бейнемен Байжұмаға көз қиын төңкеріп, Қазыққан Қазақстан жерінен осында ауып келген азамат еді. Оның оқымысты зиялы жігіт екенін білген Досқана елінің зәңгісі ауыл мектебіне мұғалім болып бала оқытуға ұсыныс еткен болатын. Бұл тұста Қазыққаннан оқыған балалардың алды 7 жылдық тауысқан. Байжұма да солардың ішіндегі таңдаулы оқушыларының бірі еді. Байжұманы оның ат түйедей қалап Науаннан сұрап алуының себебі де осылай болған. Әкпар ерен қабырға партизандарының талабы бойынша көмекке баратын 35 адамдық топ ұйымдастырып, қару-жарақ жүктеу әзірлігіне кіріскенде, Қазыққанның талабына құрмет ету дегенді баса дәріптеген. Қазыққан Әкпардың осы ұйғарымы бойынша қалаулы азаматтарын өзі таңдаған. Сонда Байжұманы өзіне көмекші хатшы болсын деген еді. Содан бері ол Қазыққан тобының хатшылық жұмысына қоса хабаршы ісінде бірге атқарып келген. Қосараттарға қару-жарақ артқан Қазыққан тобы қастерлеп шатқал ормандар мен жартасты қиялардан көктей өтіп, Күнес басындағы көк науаға ілінгенде ел жайлаудан еңістей бастаған. Алыстан аңыз тартып, арман құлашын жайып тұрған тау елі өз жауынгерлерін құшақ жая қарсы алған. Сарала әскери кемі бар партизандар оларға өзгеше айбынды күш-құдірет танытқан. Сол елді дүрліктірген қайшы шірге көтерілісі Әкпар басшылығындағы партизандардың ерлік жігерін тіпті асырып жіберген. Енді солардың азаматтарын өз көзімен көрген дала қазағы қосыла кетейік, ілесе жөнелейік, бізді де қатарларың алыңдар. Ер азамат ел үшін айқасқа шыққанда біздің тау-таудың қуысында қаннен қаперсіз жатқанымыз жарасама деген жерге дейін барысқан.
Сонда Сұлтангелді руының ақсақалы Мұқамади өз ауылында қазықандар тобын қолқалап түсіріп алып, аумақтағы ел жұртын жинап, ақсарбасы мен көк қасқа тайын сойып той жасап тілеу тілескен. Осында қазықан ән шырқап күй тартып ел қошаметіне кенелген бір кездер болып еді. Бұлар осы арада бір жұма тұрып аттарының белін көтеріп дамылдаған. Өздерінің адал перзенттерін құшақ жая қарсы алып қаумалаған қауым партизандарды қолдан қолға тигізбей былайғы Үшмеркі жайлауларына дейін аралатып сауық думанға бөлеген. Сары күздің бал татыған қымызына бөгіп, сый қошаметке бөленген азаматтар әр ауылда дыр-думанның туын тіккен. Қазыққандар аттанарда ел жұрт жарамды аттар тарту етіп, бақ жұлдызға дейін нопырлы топпен шығарып салған. Қазыққандар бақ жұлдызда мұңғыл бауырластардың қызу қарсы алуына ие болған. Сонда 70 жастағы мұңғыл қария Асқар Асу мұздауаннан өзі бастап өткізген еді. Партизандар осы қарияның айтуы бойынша жалама жартасты мұз сеңгірлерден аман өту үшін балапан қарағай, қайың ырғай сияқты ағаштардан бірден сырық әзірлеп алған еді. Жігіттер екі топқа бөлініп, жасырын жарықтар мен сеңгір мұз қабатын сол сырықтарды шәншіп тексеріп, саумалаған жылжымалы жүріспен Дәну тауына зорға жеткен. Басына көз жетпейтін Дәну тауы жалама жартасты биік құзар шың еді. Оның жарығына түпсіз шыңырау құзына құлаған ат көлік түгел адамның сүйегін алудың өзі бір мұң еді. Қазыққан қасына қанапия бастаған 7-8 жігітті ілестіріп, жолдың ыңғайын шолып, мұз сеңгірлермен жалама жартасты шыңырау құздарға арқан салып түсіп, барлап қайта оралған соң, бет қаратпай, әуліге ышқынған қарлы боранға қарамай, партизандарға бұйрық түсірген. Алда 3 жерде мұз асу бар. Осыдан аман түсе алсақ үміт бар. Ұлыған боран мынау, паналайтын ештеңе жоқ. Енді неде болса тәуекелден басқа жол жоқ. Шегінгенімізбен елді мекенге жете алмаймыз. Мынау мұз шыңның басында қол қусырып қарап тұрып, босқа қырыламыз ба? Енді аттардың аяғын буып, астына киіз төсеп, ана сеңгір мұздардың кеуек жарығына құлатып алмай, аттарды арқанмен саумалап сырғытып бірден түсіру керек деген. Десе де жауынгерлердің жігері үстемеді. Адуын азаматтар бақ жұлдызда алдын ала асып әзірлеге алған қой еті мен жылқының үлдірік қазысынан қалталарына салып алып, қарпи асап жүріп, Қазыққан айтқан тәртіп бойынша іске шұғыл кіріскен. Бақа көлінде, балық суында патша дегендей кең дүние, көкарай шалғында ос құрынып, жер тарпып, одыраңдап, қыз сылт етіп, үркектеп қарайтын сәйгүліктер мынау жалтыр таз тауының ұшпақия, көксеңгір мұзын көргенде-ақ өздіктерінен жуасып, жүні жығылып, құлақтары салпия бастаған. Азаматтар аттардың аяғына арқан салып, іштен алып тартқандақ, жануарлар иелерінің ығына көшкендей топ-топ етіп бұлқынбай, тыпырламай, ыңыранып, көздері жасаурап, ендігі тағдыр сендердің қолдарыңда дегендей жата берген. Жауынгерлер қақаған қарлы боранмен айқаса жүріп, 3 топқа бөлініп, жалғамалап, септеп жүріп, аттарымен қару-жарақ салған жәшіктерді ымырт үйірле межелі тепсеңге аман сау түсіріп үлгірген. Тау табиғатының қызығай, деді қанапия, аралығы 1 шақырымдай жердегі аспан мен жердей парықты тілге тиек етіп. Бүгін осы арада дамылдайық азаматтар, Гаминданға із шалдырмай жолсыздан жол табамыз деп осынша әуреленгенімізді қараш. Жігіттер тездетіңдер, отын әзірлеңдер, кезектесіп үсті бастарыңды да кептіріп алыңдар, ыстық су ішіп бойларыңды жылтып алыңдар. Әкпар аттандырған Қазыққан тобына жүктелген 2 түрлі ауыр міндет бар еді. Соның бірі Нұрпай бастаған Ерен Қабырға партизандарына қару-жарақ жеткізіп беру болса, енді бірі Ерен Қабырға халқын аттанысқа келтіріп, олармен тізе қоса отырып, Гаминдаңның Манас Сауан өңіріндегі негізгі күшін ұстап тұру. Осы арқылы Гаминдаңның 3 аймаққа бағыттаған негізгі күшін белінен опыру болатын. Бұл тұста Гаминдаң Сауан Манас алқабынан көтерілген қазақтарды жаншып, ығыстырып, қуа-қуа Қызылөзен басындағы бұдырмақ шатқал ұшпа шыңдарға келіп бірақ тіреп тастаған кез еді. Қазыққандар Ерен Қабырға партизандарының бастауымен қайысқан қара орманды, сарқыраған бұлақты шатқалдан өтіп биік кезеңге шыға келгенде, төменгі адырдағы қазан шұңқырдан қалың ауылдың шеті көріндім. Партизандар қанжардай болып бауырынан жараған аттарын тебіп, тағы да жортаққа салды. Көтере теңдеген
Жетек аттағы жәшіктер желген сайын сағанақтай сарқылдап сықыр қақты. Алыс жол басып бұрлыққан жануарлар анда-санда сағал сары қурай басын жұла тартып шалып барады. Біздің ауыл мөлшер осы болса керек, деді әлгі қазан шұңқырға тігілген киіз үйлерге көз тұндыра қарағыштай берген Иран қабырға партизаны. Қасқандар жүктерін түсіріп аттарының айлын босатып, басы көздерін жуынып енді шайға отыра бергенде, Қазқан Қанапия Байжұмалар түскен үйге мойнына құрал асынған екі адам бірінен соң бірі кіріп келді. Үй иесі орнынан тұрып, төрлеңіздер деп сыпайы ерлік танытып, өр жағынан жол ашты. Отырғандар үй қожасының ілтипатына бағып, жасына, мәртебесіне қарай сырылып төр жақтан әлгі екеуіне орын босатты. Бұлар тегіс қол алысып қайтадан орнығып отырған соң, үй иесі алдымен Қазыққанның сол жақ қатарынан келіп отырған адамды, онан соң оның ар жағынан келіп отырған серігін бұларға бір-бірлеп таныстыра бастады. Қазыққан мен Қанапиялар басына шошақ төбелі керейше тымақ, бұттарына шалбар киген, белдерін шалбарланып оқ қапшықпен мылтықтарын иықтарын асынған бойы төрге шыққан әлгі адамның сөлкет тұрқына қайран қалды. Әлгінде үй иесінің айға жуық жол басып арып шашып, әбден қажыдыңыздар, өз үйлеріңіз тартынбай алып, мыналардың мұздай құрсанған құралмен кіріп келуі біртүрлі көңілсіздік ала келгендей болып еді. Соны тез аңғарған үй иесі енді бұларға Иран қабырға елінің ұзақтан бері жаугершіліктен тартқан азабымен көрген қорлық миқынатын бір-бірлеп түсіндіре бастады. Жаугершілікті көп көрген ел осындай сақ болмасқа еш амалы жоқ екен. Саптаяқпен ас ішіп, сабына қарауыл ғой дегендей күйге келтірген көрінді. Кербездік, сыпайылық, байсалдық, сабаздық дейтін кісілікке тән эстетикалық қасиет атаулының бәрі еркін өмірдегі тыныштыққа, бейбіт бейғамдыққа байланысты сияқты. Бастан қиқу кетпеген мынадай тар заманның тақсіретін көп көрген халық сақадай сайланып сақтық қылам деп өзінің жанашыр жақтасына да сұрлы көрінетіні осының зардабы дейді. Бұған келгенде Қазыққанда бұл елдің әдет дағдысын ұғынғандай болып, әлгіндегі солғындықты, тым тырыстықты бұзғысы келген еді. Ендігі сөздің кезегін жаңа келген партизан бастығы алды. Жә бауырлар, илахи қадамдарыңа нұр жаусын. Азапты көп тартқан ел қатал болатынын өздеріңде байқап отырған боларсыңдар. Бәріміз бір қазақпыз, қанымыз бір дегенмен де әр елдің салты басқа, иті қарабы қасқа деген сөз бар ғой. Мұны да осындай өмір арпалысы нәсіп еткен шығар. Біздің күй жайымызды ұғып біліп те отырған шығарсыңдар. Біздің жанымыз қазір мұрнымыздың ұшында тұр. Сендер алдыңғы жұмада жетіп үлгірер деп үміттенген едік. Қазір бізде тек санаулы мергендерде кісі басы 5-6 талдан оқ қалды. Жау бастырмалатып сықсырып, мына Қызыл өзеннің басына келіп тығырыққа тіреп отырғанын өздерің көріп отырсыңдар. Бізде шынында ес қалмады. Ең аяғы сендердің алдарыңнан қарсы алып шыға алмадық. Жау қай жағымыздан басып келіп қалады деп жол торимыз деп жүріп, сендердің бүйтіп аспаннан түскендей топ етіп келіп қалғандарыңды ұқпай қалдық деп, ол қияқ мұрттарын таранып, оң жағында отырған Қазыққанға жылы шырай қабақпен қарады. Қазыққандар Қызыл өзен басындағы биік кезеңнен еңкейгенде Иран қабырға партизандар бұлар кім, жау ма деген күмәнмен оларды сырттай торуылдап, ағаш-ағашты далдалап, алыстан соңынан түсіп ілесіп жүріп отырған. Қазыққандар осы ауылға келіп жайғасқанша бұлар алыстан тұрып олардың әбден жайғасып алуын күткен. Мұндағы ойы ақпарлардан қайыр кетіп, елшілер жолшыбай жау қолына түсіп, қасқырды айламен қораға бастап әкелді ме дейтін күмәнда бар еді. Осы себепті олар сақадай сайланған мергендерін осы ауылдың маңындағы қазан шұңқырға айландыра абыройға алдырып, мылтықтарын кезетіп қойып, егерсе жау болса таң еткізіп, мылтық даусы шығысымен лап қойыңдар деп әзірлік жасап қойып, сақтықпен кезеніп кірген кіріс осы еді. Ал біздің күйіміздің көріп отырсын Қазыққан, негізгі бекіністерін бәрінен айырылып, дығдырлап құрып отырған түріміз осы. Бұл ең соңғы бекініс. Жаудың алды бүгіндер мына Қызыл өзеннің арғы қабағына таяп қалды. Бізден көтерілік төзім қалмады, енді дереу қимылдайық деп қатқыл раймен түйеден түскендей төтесінен сөйледі. Партизан бастығының соңғы сөзіне Қазыққан сәл шамырқанып, шамданып қалғандай болды. Бұл сөз Қазыққанның өзге серіктерінің де құлағына түрпідей тиген тәрізді еді. Осы сөз айтылысымен қолындағы шай дастарханның шетіне қоя салып, олай болса дастархан дереу жиылсын, азаматтар дереу майданға жиналып, сапқа тұрғызылсын деді. Сол-ақ екен. Байжұма мен қанағат ішіп отырған шайларын тастай салып, әскери тартып
бойынша дереу орындарынан көтерілді. Бұл іс үй иесіне сойылдай қатты тиді. Бұларыңыз не бастық, сіз бұл азаматтардың қандай тауқымет тартып қайтып келгенін білесіз бе? Дегбірсіздіктің де орны бар шығар. Тым болмаса осы бір шәугім шайды де толық ішуіне мұрсат берсеңіз болмас па еді, деді партизан бастығының тықақтаған дегбірсіздігіне қынжылып. Ол өзінен кеткен ағаттықты енді сезгендей боп, ой аттеген-ай, менің дереу қимылдаңдар дегенім шәй ішіп отырасыңдар ма дегенім емес еді. Мен осындай қара дүрсін сабырсыз пен бір пендемін. Мұны сендер көңілдеріңе алмаңдар. Рас, кінә менде. Ең әуелі сендердің аужайларыңды сұрамай жатып, дереу қимылдаңдар дегенім тым оспадарлық болды, деп өзін өзі кінәлап, қазыққандардан кешірім сұрады әлгі бастық. Бірақ бұл сәтте қатал бұйрықтың пәрмені бойынша шынылар сыңғырласа қақтығысып жиналып та қалған еді. Қонақтар түп қотарылып сыртқа шыққанда қазыққан артына ілесіп шыққан партизан бастығына қайта қайырылып: ал батыр, қолыңызда қанша әскеріңіз бар? Жау жағдайын оған қаратқан өз ойыңызды айтыңызшы енді. Әскерлер сапқа тұрғанша бір мөлшер әзірлей тұралық, деді. Сонан соң ол өз адамдарын сапқа тұрғызуға қасындағы серігін жұмсап жіберді де қазыққанға қайта бұрылып алдымен жаудың бөртінкудағы екі потайын бір-бірлеп таныстырды. Өйткені осы екі потайды алу партизандар үшін аса маңызды еді. Олай болатыны іле партизандарының дүмпуі бұл алқапқада жетіп жатқан еді. Соны көз ұстаған комендант жақ негізгі қорғаныс күшінің қару-жарағын осы екі потайға жөткетіп әкелгенін Иран қабырға партизандары білуші еді. Бізде жеткілікті адам бар, бізді қинап тұрған осы қару ғой, деді партизан бастығы. Енді өзін біраз тежеңкіреп, қару-жараққа деген мұқтаждығын тағы бір рет қайталап, осы екі потайды ала алсақ қару-жараққа белшеден батып кенелер едік деген ойын қазыққанда сезіп тұрған. Сөйтіп бұлар осы күні кеште түн жамылып жау бекінісіне шабуылға өтетін болды. Қазыққан өз әскерлерін екі потайға тең бөліп, өз жау қорғанысы берік бірінші потайға өзі шабуылға өтетін болды да екінші потайды алуға Қанапия тобын бұйырды. Содан соң екіге тең бөлінген өз тобының сайып қыран мергендерінен Жұмаділ, Қанағат, Жолдас, Байжұмаларды атын атап түсін түстеп алып шығып, сендер Қызылөзен бойына келіп бекініс алған жауға барасыңдар. Жер жағдайын ұғындыруға Ерен қабырғалықтар өздері жауапты болады. Соғыста шешуші нәрсе жер жағдайындағы тиімділік екенін өздерің жақсы білесіңдер, деді. Сонымен бас аяғын дүзеп, жабденіп, жөнделіп, әзірлігін әбден толықтап алған партизандар қайтадан тамақтанып алған соң іңір қараңғысын жамыла атқа қонды. Қазыққандар жерлік адамдардың жол бастауымен Бортникодағы Әзірейіл ордасы аталатын берік бекініске беттегенде, жерлік партизан бастығының тобы Қызылөзеннің жоғарғы аңғарындағы қомақты күшті жау әскерінің алдын торап атысуға аттанды. Сеңдей ағылған қара нопыр топ дыңғыр дыбыссыз жай жортақпен кейде топтасып, кейде ыдырап шұбырып отырған. Мөлшерлі кезеңге жеткенде бастық өз адамдарының қолбасыларының басын қосып, Жұмаділбен Қанағат бастаған 40 жігітті Қызылөзеннен өтіп, жаудың артына өтіп, қарсы қабақтан тосып тұрып атысуға орналастырды. Жаудың алдыны санатым жерге келгенде Жолдастың пулемоты сақылдай жөнелді. Сол-ақ екен, ентелеп, өрмелеп келе жатқан қарақорым жау әскерлері бастарына ақыр заман орнағандай оңға солға болып ат үстінен құлай берді. Ерек жолда көлденеңдеп артына шегініп ұйтқып толқыған жау еңкейіп барып қайта беттегенде Байжұманың пулеметі таямадан қара қалды. Далдасы берік урма кілтеңнен жаңбырша жауған пулемет оғы көптігіне сеніп, марқаланған күшті жауды көп сабаудың астына түскен күзем жүніндей түтіп жіберді. Ақыры есі кетіп аңырған жау артқа шегініп Қызылөзеннен өте қашпақ болғанда Жұмаділ мен Қанағаттың пулеметінің қарауылына ілінді де өздерін құдіретті санаған күшті жау әскері партизандардың қоршауында қынадай қырғын ұшырады. Бұл жолғы Қызылөзенде болған қанды шайқас Ерен қабырға өңірінде өзгеше дүбір тудырды. Қысымға, қанды жаныштауға көп ұшыраған Манас Сауан халқы естерін жиып, етегін жауып, еңсесін көтерді. Әкбар жіберген іле партизандарының жеңіс табылы алғашқы оттан бастап осылай қағылып еді. Сол күні түс мезгілінде Қазыққан Қанапия тобындағылардың да жеңіс хабары тізгін ұшымен Қызылөзен қырқасына тез тарады. Олар да түн жастана барып айтулы Әзірейіл потайы атанған екі потайды қиян-кескі сайысы арқылы таң ағарына жібермей қара күйікке айландырып, қырып жойып ойрандап отырып алған еді.
Әкпар осы ретті Қызылөзенде болған шешуші сайыстың жеңісін естігенде ерекше толқып мерейленіп кетті де Байжұмаға күлімдей қарап: Алтай партизандарымен тілдес алдыңдар ма? Ол жақтың жағдайы қалай көрінеді? Олармен тілдессеңдер деп Қазыққанға тапсырған едім, деді жарақатын ауырсанғандай сәл шытынып барып жастығына бір қырынан жамбастап қисая берді. Байжұма Әкпардың жарақаттан ауырсынып қиналып, қынжылып отырған іштей сезіп, сөзді бұдан ары созақтатқысы келмеген еді. Бірақ Әкпардың көз айырмай жауап күтіп, жаудырай қарап жатқан ыңғылын танып, ол жақтан хабар ошар ала алмадық. Ол жайлы Қазыққан маған еш нәрсе айтпады. Қазір барлық іске Қазыққан өзі тіке қолбасшылық істеп жатыр. Әскерді ретке сапқа тұрғызып реттеп болды. Жаңа қабылдаған партизандарды бір шеттен жаттықтырып, өз алдына бір полк етіп құрмақ. Енді Сауан, Бөртіңке, Янзыхай, Манасқа қарай ілгерілмек жоспарын жасауға әзірленуде, деді. Әкпар Қазыққанның хатта жазған жобасын қайта бір қарап шықты да: жарайды, Қазыққанды жақсы қолдаңдар. Қазыққан нағыз ақылды айлакер, іскер жігіт. Оның айтқанын екі етпеңдер, береке бірлікке көңіл бөліңдер. Ерен қабырға халқы, жауынгер ел, деп жастығына бас қойды.